бірақ ол бір жаманы ояққа барсам басқаларға барады. Просто өзіңіз елестетіп көріңізші. Сізді островқа лақтырады самолеттан, и битва за выживание болады да, кім соңында тірі қалады, сол атады. Бір-бірін өлтіру керек, короче. Ол кезде дайлап қой, бір-біріңізге звондайсың да, сөйтіп сеть құруға болатын, сөйтіп ойнайтын. Қалайсыздар, достар? Бүгін мен кішкене ойын контентін шығарғым келіп тұр ютубқа. Кімге қызық болса, PUBG деген ойын бар. Көп адам оның телефонын білетін шығар, бірақ негізі компьютерге арналған да версиясы бар. Бұл ойын маған өте ұнайды, себебі просто өзіңіз елестетіп көріңізші. Сізді островқа лақтырады самолеттан, и битва за выживание болады да, кім соңында тірі қалады, сол атады. Бір-бірін өлтіру керек, короче. Бұл жерде неге қызық маған, себебі мынандай масштабта ойын деген маған ең біріншіден естігенде кәдімгі шок болдым. Себебі бұрында ойындар кішкентай болатын да, компьютер көтермейтін. Ал бұл жолы ойлаңызшы, целый остров. Сен целый островты компьютерная графика, видеокарта көрсетеді да саған. Сен қарай аласың островтың кез келген жеріне, самолеттің ұшып жатқанын қарай аласың. Бұл негізі техникалық жағынан өте ауыр да. Компьютерге бұрында ондай мүмкін емес болатын ондай ойындар ойнау. Кішкентай ғана карталар, и то мысалы Half-Life деген ойын бұрында ойнадым. Мысалы каждый уровень, мысалы бір комнатадан екінші комнатаға кіргенде компьютер ойланады, загружаться етеді да. Сондай слабый болып қалған компьютерлер. А қазір компьютерлер тез есейді да. Бүкіл үлкен, бүкіл көрдіңіз бе, алыстағы жерлердің бәрі көрініп тұр мысалы. Көрдіңіз бе? Барлығын компьютер көрсетіп тұр. Қазір мен дауысымды қаттырақ естілу үшін кішкене жоқ, нормально болып тұр екен. Сол. Соң ойлап, может, стрим жасап жүрем ба деп. Так, не, решил все-таки стрим жасамауға, себебі қазір уже. Так, короче, мына біз самолеттан, қазір мына төменде остров. Бұл картаны мен бірінші рет ойнап жатырмын. Остров секіру керек та бір жерден. Так, біз примерно мына жерден секіріп. Мына зат көп жерден көрдіңіз бе, мына жер деген. То есть үйлердің ішінде оружие болады, оқ болады, бәрі болады деген сияқты. Так, F басып секіресің. Біз мына жерге баруымыз керек. Менің ойымша. Бұл жерде көбірек қару-жарақ көбірек болады. И, соответственно, саған қару-жарақ керек басқаларды өлтіру үшін, короче. Так. Көрдіңіз бе, басқа адамдар тоже секіріп жатыр, қорқынышты да, олар сені көріп тұр ғой, өлтіріп тастауы мүмкін да. Қараңыз, басқа адамдар тоже секіріп жатыр мына жаққа. Мен басқа адамдар қашып, мына жаққа қарай барайын максимально. Жақындағанда F басып түсіп кетуге болады. Здесь жүгіріп оружие алу керек. Тез. Өйткені сені көрсе қазір мылтықпен атып тастауы мүмкін. Негізінен мына онша емес оружие, бірақ пойдет, ладно. Мынау мысалы біреу келеді. Да, тыңдап отыру керек та. Адамның қадамдарын. Так. Онша емес екен. Сумка, басқандар. Так. Қорқынышты ойын негізінде ғой. Алдын ат шығуы мүмкін да. Так. Мына каска киген жақсы, басында қорғайды. Оқтар. О, мына аптечка өте жақсы нәрсе. Өйткені өліп жатқан кезде аптечка алып
берілуге болады. Төменде ана жизнь, короче, өмір. Біз жизнь деп атап үйреніп қалғанбыз негізінде. Қазіргі жастар басқаша атайтын сияқты. Ничего себе, гранатомет бар даже. Короче, бізге маған көп жүруге болмайды, себебі мына көп жүрмеу үшін карта сужаться етеді да, кішірейе бастайды. Мына өзі мына ақ регионның ішіне кіру керек те тез, себебі мына жерде жүрсең өліп қаласың, короче. Карта сужаться ете береді, чтобы сен короче, скучно болмау үшін адамдар ойнау үшін картаны сужать етеді. Вообще қызығымыз шіректен дым, оқтар жоқ, нормально. Мылтық жоқ. Қаттырақ сияқты вроде. Сол. Так, нем. Компенсатор. Так, менде автомат. Нормальный зум жоқ та? Не жоқ. Жақындататын жоқ екен. Нормально FPS тартып тұр, 60 FPS. Еще мен сендерге видео жазатын болыңыз. Жаман емес. Видео карта тартып тұр. Так, УЗИ алсам екен, гранатомет не керек маған. Гранатометті от болса, в принципе, бір ғана от бар екен. Ладно, гранатомет бола берсін. Так. Туғынан бері немес екен. Так, маған тез. Мен пока кругтың ішіндемін нормально. Маған максимально тез көп не алу керек. Лут атын терминдер білмеймін ше, мен негізінде новичок болған мына ойында. Лут тима сондай бірдеңе деп атайтын сияқты. Короче, мыналардың бәрін жинау керек та, жайлап оқтарды. Максимально көп. Бірақ бүйтіп кіріп қалғанда байқау керек, бір іштен шығып қалмау керек. Тазалап кеткен көріңіз, сол үшін мен анаяққа не қойдым, точка қойдым. Сол жерде бір не бар екен, үй бар екен. Соған барам қазір. Анда машина бар екен, машина алу керек. Машина өте керемет нәрсе, саған тез қимылдауға көмектеседі. Қазір мына үйден, так, подожди, машина алайын все-таки. Сосын барар мына үйге. Давай. Карта әдемі екен негізінде. Не сияқты екен. Ешкім келмеген, есіктер жауып тұр. Бірақ байқау керек сонда. Қарап қою керек. О, калаш. Гранатомет керек емес тастар. Қолданбайсың оны особо. Так, бронежилет, автомат. Мына мылтық алғанда қызыл болып тұр, көрдіңіздер ме? Төменде қызыл болмау үшін оқтап жүріп. Так, видео запись жүріп жатыр ма? Тексерейінші. Так, жүріп жатыр, нормально. Не тормозит, отлично. О, все. Не, жақындататын. Да? Блин, жоқ. Так. Мені жақындататын. Жоқ қолымыз. Короче, бір түрлі карта керек, дым жоқ. Осы жерде именно жизнь не бар, аптечка бар, я? Сосын андай пепси-кола сияқты нелер бар, энерджайзер. Екеуі керек. Аптечка жизньді көбейтеді. Нелер? Мынандай энергетиктер, олар күш береді да, бірақ за счет этого жизнь тоже көбейеді. Уақыт өте келе. То, да? Так, мен екі калаш алайын. Подожди, мен калашым қайда?
шошып көрөсүз. Не істеймін ана онша емес. Қандай менде. Кстати, машинаны құрғалып қоймайын. Так, мынау қызыл деген мына жақта бомбежка болады, бомба лақтырады, ол жақтан қашып өтіп. Так, мына қызыл маған мына ортаға қарай примерно жүру керек. Точка қойдым, мышканың оң жағымен картаны ашасың да точка қоясың. Бомбежка болады көрдіңіз, қызыл зонада. Бұл жерде жүрмеу керек, опасно. Мен мына жерге точка қойдым, сол жаққа қазір машинамен тез барамын. Машина болған жақсы, өйткені тез жүресің сол машинамен. Саған тигізе алмайды. Мына точка қойғаннан кейін сары көрдіңіздер ме? Маған бір атып отыр уже. Маған атып отыр. Бірақ мен тез жүрген арқасында олар маған тигізе алмайды. Біздің мақсатымыз тірі қалу, короче. Ана жоғарыдан түсіп кеткен, ол лут деп аталады, по-моему. Соны алған дұрыс. Ішіне жақсы бірдеңелер болады. Ал олсақ бекен. Бірақ ол бір жаманы, ол жаққа барсам басқаларға барады. Ё-моё. Мына 34-ші болдым. Жестко. Мына жерден дефкамды бассаң, қалай өлгенді көріп аласың. Ё-моё, нежданчик болды кәдімгідей. Так, мына бір тесіктен қарап тұрған екен. Мен тоқтағанымды күтті машинамен. Сосын мерлеп тұрып атты. Видишь, скиндер бар, кішкене профессионал. Маған қарады, асық. Маған тоқтамау керек еді. Мен қатем тоқтау. А как он? Куда он стрелял? Далаға атты вообще. Что-то я не понял. Читер сияқты что-то. Или мен просто интернет тормозит еттім екен. Камерада дұрыс көрінбейді ме екен. Далаға атты ғой, мен өліп қалдым. Солай примерно, достар. Өте қызық ой негізінде. Білмеймін, сіздерге қалай. Мына видеоны тоқтатайын. Екінші ойынды тағы бір түсіріп шығарармын. Сол достар, кішкене контент әртүрлі қылайын деп осылай. Андасын, вот насчет гейминга айтып кетейін. Жалпы андасында осылай ойнаймын. Көп ойнамаймын, ұзақ отпаймын. Бір ойын, екі ойын ойнаймын максимум. И жұмысын, короче, күні бойы жұмыс істеймін. Плотно. Күндіз рабочий дни, демалса тоже күндіз жұмыс істеймін. И кешке қайта семьямен боламын примерно. Кешке шаруаларын бітіремін өзінің басқа блокқа байланысты. Потом уже где-то примерно сол бір сағаттай гейминг ойнаймын. Бірақ күн сайын біз. Короче, демаламын. Осындай менде режим примерно. И маған өте қатты ұнайды ойын бұрыннан бері. Кішкентайымнан. Бұрында енді біз D&D ойнайтын едік. D&D'да маған ұнайтын ойындар Prince of Persia, может, бәрін ойнаған шығарсыздар. Өте қызық болатын, нереально қызық. Бірақ қиын болатын бітіру. Оның ето бізде кассетасы болған жоқ. Ағаларым келгенде алып келетін, ойнайтынбыз. Бізде неде кассета, ненің кассетасы болды. Онша емес ойындардың кассетасы болды, короче. Мариода болған жоқ бізде. Потом бір кездері келді, сосын ойнадық оны жақсылап. Сосын барып, Sega бізде болған жоқ. PlayStation тоже болған жоқ. Короче, D&D ғана болды кішкентай кезімде. Сосын сабақ болды, не до этого было. Бірақ потом уже 2000-ші жылдары ата-аналарым компьютер алып берді. Сол компьютердің несі видеокартасы мықты болды. Короче, сол кезде ойнадым мен. Енді 5 күн бойы лицейде боламын, үйде болмаймын. Сосын суббота воскресенье ойнайтын едім.
Мен қандай ойнайтын едім? Макс Пейн ойнайтын едім. Макс Пейн нереально өте ұнайтын маған. Сосын GTA ойнайтын едім. Half-Life, тоже Half-Life 2 ойнайтын едім. Сол, потом бізде ол кезде енді по сети деген жоқ, Age of Empires деген ойнайтын едік. Короче, нетворк по сети интернет арқылы ойнағымыз келді. Бірақ адам 200 адам ғана примерно. Адам саны көбейген сайын даналар көп болады да, и қатып қалатын, ойнай алмайтын едік, короче. Бірақ бір кабинетте отырып по сети ойнайтын едік Age of Empires. Өте қызық ойын, бірақ көп уақытын алады. Бір ойынның өзі бір где-то 2 сағатқа дейін кетіп қалады да. Вот сол, потом Half-Life'та тоже по сети ойнайтын едік. Балалармен, достармен Crossfire деген не болатын, карта. Сосын Counter-Strike тоже ойнайтын едік 1.6. Ол кезде Mansion, Assault деген карталар ойнайтын едік. Сол 1.6 мен көп жүріп қалдым мен. Особо новый ойындарға көшпедім, себебі ойын ойнамай кеттім, потом уже жұмыс жасағалы бері. Сол интерестер өзгеріп, сол енді осы жақында ғана ойын ойнап бастадым қайтадан. Наконец-то Counter-Strike, CSGO ойнап бастадым, ол потом CS2 болып кетті. Қазір CS2. Сол особо супер профессионал емес, бірақ өзім чисто демалу үшін ойнаймын. Асықпай, на расслабоне. Кәдімгідей демалып қаламын, жақсы, ұнайды маған. И GTA өте жақсы көремін, GTA-ны. GTA 2-ні ойнадым бұрында, енді мектеп кезінде өтірік, бірақ былай серьезно емес. 3-тен бастадым, 3-ті ойнадым. 3 деген кәдімгі шок болды маған. Взрыв мозга болды, себебі ойлаңызшы. Тоже банағыдай эффект болды да, бүкіл қала в твоем распоряжении, да. Жүре қайда барғың келеді, сол жаққа бара аласың машинамен, керемет. Сосын Vice City шықты, вообще супер. Потом San Andreas болды. Сосын 4-ші часть шыққанда вообще супер. GTA 4 Нью-Йорк. Сосын Мафия тоже ойнайтын едім. Мафия деген ойын болды, өте керемет. GTA 5-ті қазір ойнап жатырмын. Жартысын бітірген сияқтымын, примерно миссияны. Тоже асықпай, на расслабоне. Анда-санда ойнаймын оны. Миссия орындап, интернетпен ойнаған жоқпын. Ақыры түсінбедім, соның приколын. Интернеттен іздеп қарау керек, не қызық екен, қалай ойнайтын. Тек қана миссия ойнаймын, соның өзі маған жетіп жатыр. Қалада машинамен былай жүріп, Лос-Анджелесте рассвет, закаттарды көріп, әдемі ғой, карта нереально. Сол жақында GTA 6 шығады екен. Соған дейін бір миссияларын бітірейін деген ғой. Жайлап бітіріп жатырмын. Сол өте ұнайды маған жалпы гейминг. Короче, мен андай көп уақыт құртпай ойнаймын да, әдейі. А то негізінде не ғой? Наркотик сияқты ғой негізінде. Кейбір адамдар ұзақ ойнай береді, мысалы мен ондай емес, құдайға шүкір. Кішкене ойнаймын, болды. Жарты сағат, 1 сағат болды, сосын жауып тастай беремін. Так. Сосын тағы не отырайын. Сол кімге ойын қызық, ойын темасы, мен Discord каналыма қосыла алыңыздар. Бізде Discord кім естіген жоқ, английский спикинг жасаймыз, Discordқа шақырдым ғой кезінде. Соған қосыла алсаңыздар болады, қазір көрсетейін. Жиі общаться етсек болады ойын темасы туралы. Мінекей менің каналым. Бұл жерде ойын чат деген бар. Ойын чат деген бар. Ойын аудио бар. Типа бірге ойнайтын болсақ, бір-бірімен сөйлесуге болады да. Вот тоже мысалы Counter-Strike ойнауға болады. 5 адам болып бір командада. Мына аудиоға кіреміз да. Бесеуміз сообща басқаларға қарсы ойнаймыз. Или бана тот же самый PUBG ойнауға болады. Бір команда 4 адам болады. Сөйтіп бір рет ойнадық достармен. Мында жерде английский сөйлесу нелер бар, каналдар бар. Тоже спикинг жасап, сөйтіп практика жасау болады. Сол достар, видеоны до конца қарағандарыңызға рахмет. Мындай контент ұнаса, жазып кетіңіз, ұнайды деп. Или өзіңіздің басқа пікірлеріңіз жазып кетіңіз, ұнамаса да, қалай, короче, любой комментарийға қуанам. Сол стрим форматында шығарам бір күні. Бірақ ол үшін заранее пландап, мына жерге екінші монитор қойып,
өйткені нені стрим жасап жатқанын көріп отқан жақсы да бір экранда. Сол, в общем, келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.